Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Өмірімде ең алғаш жасаған пирогтың рецептісімен сіздермен бөліспекшімін. Өте идеальный рецепт, бір жасағаннан кез келген адамның қолынан шығатын, және де 5 минутта дайын болады. Сонысы маған ұнайды, піскенге уақыт кетеді. Білесіздер, тек қана дайындалу жолы өте оңай және қарапайым. Үйге қонақ келер кезде қоспаларын жылдам араластырып духовкаға сала саласыз. Міне байқасаңыз, өте керемет, мұжған кезде де басылмайды. Менің пісіруге деген желаниямды ашқан осы пирог болатын. Ең алғашқы сіздермен жасалу жолымен бөлісейін. Жасалу жолы: бірінші жұмыртқаға қантты салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, жылдамдықты бірте қоса отырып, бар жылдамдығына жақсылап қозғайтын боламыз. Жұмыртқа өте жақсы көтерілуі тиіс, және де ыдыстарыңыз өте құрғақ болсын, сонда жақсы көтеріледі. Пирогтан жұмыртқаның иісінің шығып тұрғанын қаламасаңыздар, кішкене лимон шырынын бір ас қасық немесе кішкентай қасықтың ұшымен кішкене лимонная кислота пакетиктегісінен салсаңыздар болады. Жақсылап осылай 2-3 минут бойы қозғаймыз. Сіздердің миксерлеріңіздің жылдамдығына байланысты уақыты. Міне жұмыртқа бірнеше есеге осылай көтерілуі тиіс. Енді басты қоспамызды саламыз. Бұл менде майонез. Анда-санда бұлай жегенде қатты зиян емес деп ойлаймын. Егерде қоспаларын уайымдасаңыздар, міне осы 190 граммды толықтай саламыз сығып. Миксердің жай жылдамдығымен жайлап орташа жылдамдыққа дейін осылай қозғайтын боламыз. Барлығы араласып кеткенше 30 секундтай. Енді ұнды саламыз електен өткізіп. Ұнға міндетті түрде алдын ала ұн қосқыштарыңызды салып алыңыздар, араластырып жақсылап. Және пирогтарыңыздың жақсы көтерілуі үшін міндетті түрде ұнды електен өткізу қажет. Ұн шет-шетке шашырап кетпес үшін осылай мен кішкене қасықпен араластырып алдым. Одан кейін миксердің жай жылдамдығымен 30 секундтай жақсы барлығы араласып кеткенше ғана қозғайтын боламыз. Осы кезде пештеріңіз 180 градуста қызып тұрсын. Диаметрі 24 сантиметр болатын. Мен осындай форманы қолдандым. Бұл песочный пирогтар, кез келген пирогтар жасай беруге арналған форма. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген формаға салсаңыздар болады. Егерде 24-тен үлкен болатын болса, кішкене пирог төмендеу болады. 180 градуста 30 минутта пісіріп аласыздар, беті әдемі қызарғанға дейін. Міне пирог менде асты үсті бірдей қызатын пеште өте әдемі болып пісіп шықты. Мен бірденнен жылы күйінде кесейін деп жатырмын. Бұл пирогты ыстық күйінде кессеңіз немесе салқын күйінде кессеңіз де түсіп қалмайды. Өте жұмсақ болып формасын сақтап тұрады. Мен шешетін кішкене осылай босатып жатырмын. Мен май ештеңке қолданған жоқпын, жабысып қалатындай. Жабыспай өте жақсы болып піседі. Міне оп-оңай алынып жатыр. Міне астыңғы жағы және шеті. Егерде менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыз. Сіз үшін қажетті өте көп рецепттер менің каналымда бар. Сондықтан тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақша каналды, қазақша контентті қолдау мақсатында және де менің каналымның ары қарай жылжуы үшін сіздің ықпалыңыз өте маңызды. Менің видео рецепттерім егерде ұнаса, лайк басып және де өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Кез келген адам жасай алатын осындай керемет пирогтың рецебін достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ас болсын, сау болыңыздар.